Мені қысқан қасиеттен өлім аузынан қалдым. Осыдан 5-6 жыл бұрын психологияға дейін менің өмірім қорқынышты түс сияқты болды десем сенбейсіз. Бойымдағы қасиет өмірімнің бүкіл саласын торлап тастады. Денсаулық, ақша, қарым-қатынастан қатты қиналдым. Жаным ауырғанда кімге, қайда барарымды білмей, басымды тауға да тасқа да ұрған кездерімді ойласам, өзім қорқам. Медицина ешқандай себебін таппай, сізде ауру жоқ деп шығарып салғанда өлдім деп ойладым. Бірақ Алланың маған жоспары басқа екен. Өміріме психология келді. Одан бөлек кәсіби түрде бойымда қабілетімді пайдаланатын резет техникасын Алла қолыма берді. Мен қалай резет жасап клиенттер қабылдай бастадым, солай өмірім реттелді. Қазір қарап отырсам, бойында қабілет ашылмай, кезінде өзім ұқсап қиналып жүргендер өте көп. Соны білгендіктен мен сондай адамдарға қабілетін кәсіби түрде меңгере алатын резет техникасын үйренгім келеді. Мен ешкімге психолог бол демеймін, бірақ кім біледі, адамның тура жолға түсуіне осылай себепші болатын шығармын.